Қазақстан премьер-министрі Оңтүстік Корея президентін келер жылы Астанаға шақыру жөнінде мәлімдемені жеткізді. Сапары шеңберінде Серік Ахметов, Корей басшысы Пак Кин Хемен және вице-премьері Хён Сокпен екі жақты келіссөздер жүргізді. Басты назарда екі елдің сауда-экономикалық ынтымақтастығын дамыту. Биылғы жылдың 9 айында өзара тауар айналым 1 миллиард доллардан асты. Дегенмен қос тарап бұл көрсеткішпен шектелмек емес. Келіссөздер нәтижесінде бірқатар келісімге қол қойылды. Сапардың екінші күні премьер-министр Кореяның жаңа басшысымен кездесті. Серік Ахметов бірлескен жобалардың жүзеге асу барысы жайлы айтып берді. Олардың қатарында Балқаш жылу электр станциясы, Атырау облысындағы газ-химиялық кешеннің құрылысы мен Жамбыл кен орнын игеру мәселелері бар. Өз кезегінде Пак Кын Хе президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ақ тілектерін жолдап, Қазақстанның Корея үшін Еуразия кеңістігіндегі ең маңызды әріптестерінің бірі екенін атап өтті. Корея экспо көрмесін ұйымдастыруда тәжірибесімен бөлісуге даяр. Вопрос связан также с обсуждением предстоящей выставки Экспо 2017. Экспо 2017 көрмесі жайлы терең сұхбаттасты. Корейлік компаниялар көрмені құру, құрылыс жұмыстарымен бірге оған қатысуға ниетті. Себебі оларды болашақтың энергиясы деп аталатын біздің тақырып қызықтырып отыр. Осы және басқа да бағыттар Қазақстан-Корея қатынастарын тереңдетуге ерекше серпін береді деп ойлаймын. Екі жақтың ынтымақтастықтың перспективалары, сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту мен өзара пайдалы жобаларды іске асыру жайын Серік Ахметов вице-премьер Хён Сокпен талқылады. Жоғары деңгейдегі келіссөздер нәтижесінде тараптар 4 бірдей құжатқа қол қойды. Атап айтар болсақ, екі ел үкімет ынтымақтастығы мен кеден істері бойынша ықпалдасу келісімі. Самұрық энерго Hyundai корпорациясымен, ал Самұрық Green Energy мен Hyundai Heavy Industries компаниялары және екі елдің сауда-өнеркәсіптік палаталары өзара түсіністік жөнінде меморандум қабылдады. Мы рассматривали наши отношения. Біз екі елдің қатынастарын экономиканың ірі секторлары бойынша қарастырдық. Атап айтар болсақ, мұнай-газ, энергетика, транспорттық машина құрастыру. Дәл осы сала бойынша мемлекет басшысының тапсырмасымен үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы шеңберінде бірқатар ірі жобалар жүзеге асып жатыр. Балқаш жылу электр станциясы жобасы іске асуда. Бұл ең заманауи энергетикалық станция болады. Барлық экологиялық нормаларға жауап беретін нысан ең заманауи технологиялар бойынша салынады. Бір модульде 1320 мегаватт энергия өндіретін болады. Сонымен қатар сапар аясында премьер-министр Samsung компаниясының инновациялық технологияларымен танысты. Серік Ахметовке кешенің павильондары мен компанияның мобильді байланыс саласындағы жетістіктері, телекоммуникациялық технологиялар мен компьютерлік техниканың дамуы көрсетілді. Мұхтар Ыбырайым, Арман Ізжанов, Айдос Меделбеков және Нұрсұлтан Айымдосов, Сеулден.